1937-1938 жылдары саяси репрессия бұрынғы СССР-дағы жеке тұлғаларға қарсы ұйымдастырылған шаралардың шарықтау кезеңі болды. Қазақтың зиялы қауымы партия қайраткерлерінің қателігін асыра сілтеу қатты сынға алынды. Кеңес өкіметі азамат соғыс жылдарындағы ұлт тәуелсіздігі үшін белсене қатысқан Алашорда қозғалысының қайраткерлерін тізімге алып отырды. 1928 жылы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Халел Ғаббасов сынды 44 буржуаз қамауға алынды. 1930 жылы қыркүйегінде Мұхамеджан Тынышбай, Халел Досмұхамедұлы, Жақып Ақбай секілді қайраткерлер қамауға алынды. Олардың барлығы 40 адам болды. Олардың басым бөлігі суық Сібір даласына ит жеккенге айдалды. 1937-1938 жылдары қазақтың көрнекті қайраткерлерінің барлығы репрессияланды. Саяси қуғын-сүргін қатарында Ахмет Байтұрсынұлы, Ілияс Жансүгіров, Жүсіпбек Аймауытұлы, Санжар Асфендияров, Темірбек Жүрген, Ораз Жандос секілді алаш қайраткерлері қамауға алынды. Ұлт жанашырларының өздері ғана жапа шеккен жоқ, олардың жұбайлары да, балалары да жазаланды. 1937 жылы 15 тамызда КСРО орталық комитетінің номері 00486 бұйрығымен отанын сатқандардың қатарында отбасы мүшелері де жазалансын деп қуғын-сүргін бастауға мұрындық болды. Олардың әйелдері 5-8 жылға сотталды. Алғашқы әйелдер легі Ақмолаға 1938 жылы 6 қаңтарда әкелінді. Барлығы шамамен 8.000 астам әйелдер Алжирдегі түрмеде, лагерде қоңыраудан қоңырауға отырып шықты. Олардың есімдері сол заманда одаққа кеңінен таралған Рабиға Тұрарқызы, оның анасы Әнипа Есенғұлқызы, Гүлбахрам Сейфуллина, және де әнші Лидия Русланқызы, және Борис Беляктің әйелі Киро Андронашвили, және де Майя Плисецканың аналары, сонымен қатар мемлекет, саясат және қоғам қайраткерлерінің әйелдері болды. Бүгінгі ұрпаққа айталмаған, жеткізе алмаған жан тебірентер, мұңға толы, сырға толы тарихи парақшалар қаншама әлі. Саяси қуғын-сүргінге ұшырап, құрбан болған азаматтар тарихта өшпесте із қалдырды. Бүгінгі таңда осы азаматтарымыздың отанға деген сүйіспеншілігін бүгінгі өскелең ұрпаққа насихаттай отырып, олардың өз туған жерін патриоттық сезімін ояту біздің басты мақсатымыз. Осы орайда қалалық орталық кітапхана қызметкерлері саяси қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтарды еске алып тағзым етеміз. КСРО-ның жазалау шаралары елімнің кең даласын аралады. Қиналып қиыншылық көріп жүрген қазақтың көңіліне қарамады. Халқымның ақыны мен ғалымдары заманында алаулап жалындады. Қынжылтады жүректі ойшылдардың репрессия жазасына шалынғаны. Тұрар Ахмет Мағжан Міржақыптай атанды аталарым халық жауы. Сөздеріне олардың құлақ аспай, тұтқындады, өлтірді, аямады.
жазықсыз құрбан болған бабаларым қазақ халқы ешқашан ұмытпайды, олардың қасиетті есімдерін ұрпақтан ұрпақтарға ұлықтайды.